Мен Амантайұлы Баубек, 3 сынып оқушысы. Бүгінгі менің мазмұндайтын ертегім хан Шалқан ертегісі. Баяғыда бір өте қатал Шалқан хан деген хан өмір сүріпті. Ол іші пысып, сауыт сайманын киіп, атына отырып, итін алады. Жолда серуендеуге барады. Жолда келе жатқанда бір үйді көреді. Үйге кіріп көрсе, ішінде бір адам отыр екен. Оған адам оны Шалқан ханға көңіл аудармайды. Шыдамаған Шалқан хан мұнда тек перілер мен диюлар өмір сүреді ғой дейді. Сосын отырған адам, білгіңіз келсе, бұл Құдайдың өлі мен тірі есебін алатын тіркеу орны дейді. Шалқан хан шыдамастан өзінің жалғыз қызы бар екен. Оның кімге бұйыратынын білгісі келеді. Осы Шалқан ханның қызы кімге бұйыратынын білгілеріңіз келсе, осы хан Шалқан ертегісін алыңыздар, оқыңыздар.